Penguin vocabulary 15 unit. Бүгінгі тақырып бізде Vanuatu Island деген. Island деген бізде остров. Vanuatu деген сол островтың аты. Енді бізде мынақта островта не бар, қай жақта дегенді бізде просто places деп қояйық. Places, жерлер. Әртүрлі жерлерді қалай атаймыз. Бірінші, біздің қарайтынымыз мына жердегі сөздер. И осы жердегі сөздерді мына бос орындарға қойып шығу керек. Енді көрейік сөздерді. Airport, аэропорт, beach деген пляж, bridge деген мост, көпір, east деген шығыс, forest деген орман, island деген жаңағы остров, mountains деген таулар, river деген өзен, road деген жол, sea деген мұхит, south деген оңтүстік, west деген бізде батыс. Енді мына жерде бірінші қарайтынымыз, давайте мынаны істейік, компасты істейік. Ең жоғарысында бізде north тұр. North деген бізде солтүстік. Енді солтүстікке қарамарасы бізде оңтүстік, ол бізде south. South кетті. Енді south оңтүстік, солтүстік, сол жағында бізде батыс, west кетеді. Оң жағында бізде шығыс. Шығыс бізде болады east. Географияны білетіндер дұрыстап жазып қойыңдар. Мен ойымша дұрыс сияқты. Егер қате болса айта салыңдар. Енді мына жерде бізде әртүрлі орындар бар. Давайте мына жерде осы орындардан бастайық. Rainbow деп тұр. Хорошо. Әртүрлі жерлерді көрейік. Мысалы мына жерде Мурупара деген мына жерде не көрсетіп тұр? Орман, мына орман ғой, ағаштар өсіп жатыр. Енді Мурупара орманы, Мурупара forest. Енді Clarence, әлі кішкене симай қапты. Clarence несі? Clarence әлі көрінбейді. Clarence мына жерде мынандай кішкене не бар екен ғой. Мына жерде. Мына бір өзенді көрсетіп жатыр. Clarence өзені. Clarence river болады. Кішкене сурет салып қояйық. River деген өзен. Осылай ағып атқан өзен. Көрініп тұр ғой. Келесі Wellington деген бізде мына жерді көрсетіп жатыр. Бұл бізде көпір. Bridge. The Wellington Bridge. Көпір. Кетті. Келесі Cook деген нәрде бізде самолет, нәрде взлетный полоса. Бұл бізде аэропорт, конечно же. Airport. Келесі нәрде Wellington, нәрде мына мосттан, көпірден бұлағары кетіп бара жатыр. Ол, конечно же, жол. Wellington жолы, Wellington road. Wellington жолы, или көшесі десе болады. Wellington қаласына кіретін жол. Келесі Rainbow деген бізде ол кемпір қосақ, радуга. Радуга түріндегі, или радуга деп аталатын бізде нелер, нәрде әртүрлі қырлар тұр, нәрде қатпарлар тұр. Бұл бізде, конечно же, mountains деген таулар деген сөз. Таулары. Mountains. Дальше Coral деген бізде ол бізде мына жерде жағажайға келе жатқан мұнаның барлығы бізде мұхит. Coral мұхита. The Coral Sea. S-пен жазылады. Sea. Мұхита. Дальше Rabbit бізде мына жерде бөлек тұрған остров, Мына островтан отдельно тұр. Значит, ол бізде болады Island. Rabbit Island. Rabbit деген бізде мына жерде жүрген жануарлар. Білесіңдер ма не екен? Қояндар ғой. Қояндар острова. Остров қазақша қалай болады? Білмейді екенмін. Енді Blue Water көк су. Blue Water мына жерде келе жатыр
мынау песок, мынау су. Песок пен су қосылған жер аталады бізде жағажай, beach, пляж. Окей. Хорошо, мына жерді толтырдық. Енді мына жердегі бізде орындардың атауын жазу керек. A, B, C деймін. A, B, C, D, E. Осы жерлердің атауын атау керек бізге. Көрейік. C уже бізде істелінген. Керек емес бізге. Wellington деген, ол бізде village, ауыл. South of the airport. Аэропорттан оңтүстік жағында. Аэропорттың оңтүстік жағында. То есть төмен жағында. Оңтүстік қой бізде. Сол оңтүстік жағында орналасқан ауыл аталады Wellington. Макогай деген бізде ауыл, village, between, ортасында, бірдеңенің ортасында. Forest and the airport. Орман мен аэропорттың ортасындағы ауыл. Орман, аэропорт. Орман, аэропорт. Мынау бізде Макогай бізде А болады. Келесі, Фулага деген, ол бізде village, ауыл, north of the mountains. Таулардың солтүстігінде. Вот таулар. Таулардың солтүстігінде орналасқан ауыл. Ол бізде Фулага. Фулага бізде мына жерде таулардың солтүстігінде орналасқан. Хорошо. Бізде болады Е. Келесі, Накула is a village, ауыл, east of the river. Жаңағы өзеннен шығыс жақта. Өзеннің шығыс жағында орналасқан Накула. Мына жақта да Накула. Д болады. Келесі, Ясауа деген is a village, ауыл, west of the forest. Орманның батыс жағында. Мына орман, осының батыс жағында бізде орналасқан B. Ясауа деген ауыл. Хорошо. Келесі сабақта тағы да осындай қызықты сабақтарды өтеміз. Бүгінгі сөздерді жазып алыңдар. Келесі сабақта көріскенше.